Barşаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Алтынай. Бүгін біз зебра бәлішін дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқа саламыз. Ағарғанша миксерлейтін боламыз. Одан кейін қант саламыз. Қантты 2 бөлікке бөліп салып, қайтадан миксерлейміз. Енді шашырап кетті, оған мән бермеңіздер. Енді екінші бөлігін салып, тағы да миксерлейміз. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Оны да миксерлейміз. Одан кейін қаймағымызды саламыз. Менде дүкеннің қаймағы 20%. Тағы да миксерлейміз. Ұнымызға 1 шай қасық қосқыс салып араластырамыз. Дайын болған массаға ұнымызды бәрін салып жібереміз. Ұнымызды жай жылдамдықта миксерлейтін боламыз. Дайын болған бисквитті массаны 2 бөлікке бөлеміз. Және бөлінген бөлікке 2 қасық какао қосамыз, ас қасықпен. Кейін араластырамыз. Екі түрлі қамырға 2 ас қасық қажет болады. Менде форма 24 диаметрлік. Bir қасықтан салып шықтым. Сіздерге 2 ас қасықтан салуға кеңес берем. 1 ас қасық салғандықтан зебра жолақтары көрінбеуі мүмкін. Осылай кезек-кезекпен салып шығамыз. Бетіне узор салу үшін осындай таяқша қажет болады. Осы видеодағыдай әр тілікке бөліп шығамыз. «180 градус қызып тұрған пеште 45 минут пісіреміз. Зебра бәлішіміз дайын. Енді жан-жағын тез алыну үшін пышақпен айналдыра кесіп шығамыз. Мінекей зебра бәліші дайын. Қазір сіздерге кесіп көрсетейін, өте жұмсақ. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шыққан. Ас дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.